Саламатсыздар ма? Қайырлы күн болсын. Бүгін таңғы асымызға панкейк дайындаймыз. Ол үшін 420 мл сүтімізді жылытып, ысқа құямыз. 2 жұмыртқамызды жарып, саламыз. Бір кішкене қасықпен тұз саламыз. Араластырамыз барлығын жақсылап. 400 грамдай ұнымызды елегіштен өткізіп, иілеп қосамыз. Бір кішкене қасық разрыхителімізді, қопсытқышымызды салып араластырамыз. Осындай винтиктің көмегімен араластырсақ та болады. Енді үстіне сұйық май құямыз. 4 ас қасық сұйық майымызды құйып араластырамыз. Ішінде іртіктері қалмасы үшін жақсылап араластыру керек. Мына массамыз дайын. Отымызды қойып, табамыз қоямыз отқа. Табамыз қызғаннан кейін майлап, осылайша май жағамыз. Енді массамызды саламыз үстіне. Бір қасықтап саламыз. Қақпағын жауып, беті қатпарланғанша күтеміз. Беті қатты болады. Сол кезде осылай ауыстырып пісіріп аламыз. Осылайша қайталай береміз. Майлаймыз, салып. Таңғы асқа дайындайтын панкейкіміз осылайша жылдам дайын болады. Жасап көріңіздер, менімен бірге болыңыздар. Каналымды қолдап, лайк басып, жүрекшені басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің каналымдағы рецептерді бірінші болып көретін боласыздар. Панкейк өте жылдам дайын болады. Дәмді таңғы асқа балаларыңызды қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.